Құрметті оқырмандар, баршаңызға тіл мерекесі құтты болсын. 20 ғасырдағы қазақ рухани мәдениетіндегі көшбасшылардың бірі болған Ахмет Байтұрсынұлы өмірі аңызға, шығармашылығы үлкен маңызға ие болған көрнекті тұлға. Ол өзінің Құдай берген талантын туған халқына деген сүйіспендікпен суғарып, толассыз еңбекпен шындаған қайсар да қаһарман ғалым. Ол қараңғылық тұңғиығынан жарық жұлдыздай жарқырап шығып, айналасына нұр, шуақ себумен өткен ағартушы. Жастайынан тағдыр талқысын көріп, өскен Ахметті өсірген де, ғылым мен мәдениеттегі өсегесін көгерткен де, халық үшін еткен еңбегі, елі үшін еңселі жасаған қызметі, ұлт маңдайына біткен тұлғаның туған тіліне деген құрметі өте жоғары болды. Оны бәрінен биік қойды. Енді назарларыңызға Ахмет Байтұрсынұлының тіл туралы тағылымнан ұсынамыз. Қайрағандар қазақтың бағы үшін, сақтан алашын иманын жиған байға аңғалын. Жат қылар жанашырды, дос қылар жаманды, әзәзіл аярлар бар айырар адамды. Сатқандар тойу үшінде тонында арын сатқан, қолданған санасы. Ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы. Рухың кешегі қайда, қазағым қайда барасың? Мұңым сен жатсам тұрсам жанымның ардағы, бауырлық бірлігінде бағыңның орнауы. Деп едім шемен жеріңе дәруім болсам деп едім, қуатты қуатты шыңына қонса ерлер қырандай мұратты. Күндер өтер, жылдар жетеді, бәрі кетеді, жалынды жырым қалар жаныңды тербеген, алдаспан айбарлы жыр жауыңа сермеген. Қазақ елім сүйініш асқарым, қайсар қалпыңнан айныма мұң арта бер, айбарлы асқарым. Жауыңа мұң арта бер, серпілсін аспаның, серпіліп көк аспаның, сергісін санасы. Ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы. Ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы. Ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы.